Сәлем достар, қалайсыздар? Эфирде Неген Ақ, және мен бастайын. Осыдан 1-2 күн бұрын Нұр-Сұлтан қаласында Америка елшілігі ЛГБТ-ның туын іліп қойды. Қоғамда қызу талқыланды. Қоғам белсенділері сонда Америка елшілігінің ЛГБТ-ны қолдағаны ма, қазақты қорлағаны ма дегендей бірнеше пікірлер кетті. Көріп тұрғандарыңыздай, мына ту Америка елшілігі. Адамның жыны келеді, былайша айтқанда басын кетеді. Неген ақ? Қандай мақсатта әлді? Бұл көпшілікке жұмбақ. Сөзден іске көшкен бір топ намыс жастар қозғалыс ұйымының жігіттері Алматыдағы Америка елшілігінің алдына барды. Сол кезде Америка елшілігінің азаматтары және тәртіп сақшылары бізді жолатпады. Мен бақ өкілі болсам да, ана жерде бақ өкілінде немесе келіп тұрған халықты да сыйламай, жұмыстағы есіктерін тарс жапты. Алматыдағы Америка елшілігі біз келісімен есігін жауып қойды. Бізге қазір сізге жауапты адам шығады деді де, міне сағат 2 сағат болды, ешқандай жауапты адам шыққан жоқ. Бұл деген сөз Америка елшілігінде демократиялық мемлекетте демократиялық құқық бар деген сөзге қарама-қарсы шығу. Сондықтан біз күтіп жатырмыз, бізге жауапты адамдар әлі шыққан жоқ. Сонда Америка елшілігінің мақсаты ЛГБТ-ны қолдау ма, қазақты қорлау ма? Бір уақытта Америка елшілігінің ішінен өздерінің жауапты адамы шықты. Өзі не туда, не суда, көзі банка. Сол кезде бір топ журналистер сұрақ қоя жүгірді. Сіздердің ЛГБТ-ны қолдағандағы мақсаттарыңыз не деген сұраққа соңында сасқан жүрек артымен сүңгиді демекші, ана кісі мен охрананың старшиймын деді. Аты-жөніңіз кім болады? Я по-казахски не понимаю. Ну хорошо, как ваше имя? Рустам. Рустам, фамилия? Сакиев. Можно вам один вопрос? Почему США, именно консульство именно в Нур-Султане, в Алмате, флаг висели геев? Почему? Какая цель? ЛГБТ именно они поддерживают. Флаг висели. Почему? Ну, я не... Мы же с вами разговариваем, хотя руку с кармана вытащите, пожалуйста. Хорошо. Должно же быть уважение какое-нибудь. Я... Можете позвать там казахскоязычного кого-нибудь? Сейчас мы всю суть, все мысли мы вам сейчас вот не передадим. У меня просто вы сейчас не сможете ответить, потому что сами не знаете. Я нормально, если имеете который... Я не уполномочен, понимаете, вести переговоры, давать интервью. Хорошо, я просто хотел узнать цель вашего визита. Смотрите, цель нашего визита, это вы вообще суть ситуацию поняли, да? Вообще поняли. Почему они висели флаг именно консульстве в Нур-Султане? Ваш вопрос, почему был вывешен флаг? Как? Ваш вопрос, почему был вывешен флаг, да? Да. Хорошо, я передам этот вопрос. Больше пока вам ничего ответить не могу. Кто здесь есть вообще? Ну, сейчас не карантин, никого нет на работе. Нет, вообще должен же ответственное лицо. Вообще ответственный человек должен быть. Или вы ответственный? Я заместитель начальника службы безопасности. Я за безопасность отвечаю. Нет, начальник службы безопасности нам не надо. Ваша у вас другая комиссия, позовите, пожалуйста. Хорошо. Позовите другого. Соңында ана охрана қазір мен бастықтарға айтайын деп Америка елшілігіне кірді де, сол күйі охрананың бастығын көрмедік. Жауапты адамдар шыққан жоқ. Америка елшілігі үн-түнсіз қалды. Есесіне есіктің қыр соңынан қарап тұрып, суретке түсіріп жатыр. Мыналар кімдер дегендей.
сонда бұлардың жауапкершілігі жоқ па, әлде біздің қарапайым қазақтың нарқасқа азаматтарын менсінбегені ме? Бұл қалай? 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. Намыс жастар қозғалыс ұйымының жігіттері Америка елшілігінен жауап болмаған соң ЛГБТ-ға ашық күрестерін былай көрсетті. Қазақстанда ЛГБТ-ға жол жоқ. ақш және де басқа мемлекеттер ЛГБТ-ның сойылын соғып, қолдай беретін болса, ЛГБТ-ны біз осылай таптаймыз. Қарсылығымыз күреске айналады. Үй ішінен үй тіккен қазақ еліне болмашы бір дүниелерді тықпаштай беретін Америка елшілігінің саясаты бізге беймәлім. Бірақ ең басты біздің қазақтың ұлттық құндылығы, ұлттық тәрбиеміз бұзбаса болғаны. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.